Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің видеода мен сіздерге гүлдерге пайдалы екі қоспа туралы айтқым келіп отыр. Бұл қоспалар герань, басқа да үй гүлдеріне, земякулькасқа, фиалка, антуриум және гүлдейтін, гүлдемейтін гүлдерге де өте пайдасы зор. Сол гүлдерге де құюға болады. Егер сіз гүлдеріңіздің жапырағы сарғайып, дұрыс өспей, ауырып, өскісі келмей тұрғанын байқасаңыздар, осы екі заттан жасалған қоспаны берсеңіздер болады. Ол гүлдеріңіздің жанданып, өсуін жақсартады. Ауырып тұрған гүлдерге де жақсы. Бұл гүлдерге бір жағынан дәрі де өсуін жақсартатын тыңайтқыш болып та есептеледі. Сау гүлдерге өсуін жақсартатын қоспа болатын болса, ал ауырып тұрған, жапырағы сарғайып, өспей тұрған гүлдерге емдік қасиеті бар. Гүлдердің тез оңалуына көмектеседі, жапырақтары жаңарып, жылтырап, иммунитетін көтереді. Егер гүлдеріңіздің жапырақтары сарғайып, өте әлсіз бола бастаса, осы қоспамен емдеп алсаңыздар болады. Сол үшін мен сіздерге өзі арзан және сатылымда бар заттарды ұсынып отырмын. Енді бұл екі заттарды қалай, қанша мөлшерде пайдаланатынын айтайын. Бірінші, бізге тұндырылған 1 литр су керек. Өздеріңіз білесіздер, біз міндетті түрде күз бен қыс айларында гүлдерімізге тұндырылған жылы су береміз. Бізге 1 литр жылы су керек, сосын 100 миллилитрдай осындай қайнаған су керек. Ол ацетилсалициловая кислота, аспириннің, өздеріңіз білесіздер, осы аспирин барлықтарыңыздың да үйлеріңізде бар. Бұл дәрі, бұл тек адамдарға ғана емес, гүлдерге де көмектеседі. Гүлдердің әдемі өсуіне, тез өсіп жетілуіне бұл негізі стимулятор ретінде қолданылады. Топырақтың қышқылдығын жақсартады. Осы ацетилсалициловая кислота, яғни аспириннің бір түйірін ғана пайдаланамыз, бір түйірден артық пайдаланбаймыз. Егер де бұл бір түйірден артық пайдаланатын болсақ, дозасы көбейіп кетеді. Осыны бірінші біз қайнаған суға ертіп аламыз. Бұл гүлдердің жақсы өсуіне, жапырақтарының жақсы жетілуіне көмектеседі. Бұл ацетилсалициловая кислота. Бұны енді жақсы біз ерту үшін жаңағы біздің қайнаған суымызға жақсылап тұрып, араластырып ертіп аламыз. 5 минут тұну керек. 5 минуттан кейін біз бұны жаңағы тұндырылған 1 литр суымызға кішкене тұрсын 5 минуттай. Сосын бұны біз жаңағы 1 литр суымызға араластырып пайдалансақ болады. Міне, өздеріңіз көрсеңіздер, біздің аспириніміз шамалы еріді. Енді астындағы тұнба ештеңе қылмайды ол. Қазір осыны біз мына 1 литр суға салып, кішкене араластырамыз. Енді біз бұған екінші қоспамыз цирконның 4 тамшысын араластырамыз. Бәріміз білеміз цирконды. Бұл циркон барлық гүл өсіруші адамдардың барлықтарының да үйлерінде бар деп мен ойлаймын. Бұл циркон, ол бірінші қоспаны күшейтеді, аспиринді, биостимулятор, тамырлардың өсуін жақсартады, стресске түскен гүлдерді емдейді, антистресс жұмысын атқарады, жапырақтың өсуін арттырады. Оны бәріміз білеміз. Енді біздің 1 литр суымызға 4 тамшы осы цирконды қосамыз. Төрт тамшы қостық. Міне енді аспирин қосқан суға біз 4 тамшы осы цирконды қостық. Қосып енді жақсылап араластырамыз. Суымыз көптенгенше. Енді біз қасықпен, ол онша қатты көпірмейді.
біз бұл екі қоспа жақсы араласу үшін біз бұл суды жақсылап көпіртуіміз керек. Мен шамалы ғана көбік шықты. Бұл циркон суды көбіктендіреді. Енді қазір біз суды көбіктендіреміз. Сол кезде екі қоспа қосылып, белсенді жұмыс жасай бастайды. Міне өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, жақсылап міне көбіктенді. Міне бұл өзінің екі қоспа бір-бірімен араласып, өте жақсы белсенді жұмыс жасап жатыр. Міне осылай көбіктендіріп алуымыз керек. Сол кезде барып екі қоспаның күші көбейіп, олар гүлдерге өте жақсы әсер ететін болады. Бұл қоспаны ылғалды топыраққа құюға да болады. Ал мен, өздеріңіз білесіздер, әр видеомда айтып жүремін. Қазір бұл қандай қоспа болсын, мен қоспаларды тек қана кепкен топыраққа құя беремін. Өйткені біз досын өте дұрыс таңдап тұрмыз. Бір түйір аспирин мен 4 тамшы циркон, ол өзінің қалыпты дозасы, сондықтан да қорықпай құрғақ топыраққа суара беруімізге болады. Бұл қоспаны айына бір-ақ рет қана пайдалануға болады. Гүлдеріңіз әдемі сау болып өсетін болады. Бұл сенімді тәжірибеден өткен қоспа болғандықтан сіздерге айтып отырмын. Қорықпай осы екі қоспаны өздеріңіздің жаңа мен айтқандай мынандай жапырақтары сарғайып, өскісі келмей тұрған гүлдеріңізге, және де жақсы өсіп тұрған гүлдерге де пайдалансаңыздар болады. Сосын егер де мынау су астындағы поддонға ағатын болса, ол суды бірден төгіп тастамаңыздар, ол поддонда су тұра берсін. Ал мынау гүл, менің видеомды көрсеңіздер, бұл осы мынау аналығы, осы аналықтан алынған 3 өскін. Бұларда өсіп, мен осылай үшеуін бір горшокқа отырғызып қойғанмын. Міне, егер де менің сіздерге көрсеткен кеңесім пайдалы болса, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Осы қоспаны сіздер де пайдаланып көріңіздер. Өте тамаша қоспа. Гүлдеріңіздің жақсаруына, жақсы өсуіне көмектеседі. Жапырағының сарғаюын бәсеңдетеді. 2 жеттен кейін осы қоспаның результатын береді. 2 жеттен кейін біз осы гүліміздің қандай болғанын көруімізге болады. Және де 2 жеттен кейін біз бұған басқа қоспа берсек те болады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.